Бәріне сәлем! Сендермен бүгін 15 поток кураторы Аляскан және 15 поток 2023 жылғы геомайнның түлегі боламын. Мен Амин апай және бүгін сендерге өзімнің ОБТ оқиғаммен бөліскім келеді. Бәріне қызық болар ол А нүктесі. А нүктесі, шынымды айтайын, қарашаның 15-і мен алғашқы ОБТ сынағын тапсырған болатын. Ол кезде менде 80 балл және географиядан 20-45-тен алған болатын. Шынымды айтайын, бұл өте нашар деңгей деп ойлаймын. Алғашында ең бастапқы ойлағаным ол бүкіл мотивацияның нөлге түскені ше. Айта кетейін, сол кезде Дамир ағайдың курсы марафон жүргізген болатын. Марафон кезінде карта талдау, яғни Қазақстанның физикалық географиясы және де Америка мен Еуропаның физикалық географиясын талдаған болатын. Сол марафонда алғашқылардың бірі болып мен 15 потокқа тіркелген болатын. Сол кезден бастап Дина апайдың оқушысы болып, бірінші айды бітіргеннен кейін мені Мағжан ағай элита тобына шақырады. Элитаның бірінші тобында 4 ай оқып, нәтижеге жеттім деп те айтылуыма болады. Қаңтар ОБТ-сында алғашқылардың бірі болып, 119 балл алып, географиядан 41 балл алған болатын. Шынымды айтайын, 3 айдың ішінде 20-дан 41 балға жету ол мүмкін емес сияқты көрінеді, бірақ геомайнмен бәрі мүмкін. Кураторлық қадағалау мен жүйелі жоспармен жүріп, 4 айдың ішінде тиянақты жұмыс жасап, соңында берекелі жеміс көрдім. Сонымен қатар айта кететін жайт бұл дамушы орта. Дамушы ортаның арқасында бәрі мүмкін. Сондықтан әрқашан өзіңді ортаңды таңдау ол өте маңызды. Айта кетейік, мен нағыз ОБТ-да 119 балл алып, өзімнің қаңтар ОБТ-сындағы алған балымды ақтап шыққан болатын. Сондықтан сендерге кішігірім кеңес, достар. 2024 жылғы түлектер, менің қателігімді қайталамаңдар, курсқа ертерек жазылыңдар.